Түркия. Қазір Лоли мұғалімімен көз жасын төгіп қоштасуда. Мұғалімі Стамбулға кетіп бара жатыр. Әйел оған жаңа мекен жайының адресін қалдырды. Үйге бірден қайтудың орнына қыз және оның 4 әпкесімен басқа мектеп оқушылары жағалаумен жүгіріп өтті. Қыздар көп ойланбастан суға секіріп кетті де, қазір бір баланың иығына мініп алып, су ішінде алысып жатыр. Кейін жастар алма бағына барып алма жейді. Бақтың иесі тез табылып, мектеп оқушыларының қолына мылтық алып қуып шықты. Үйде ашулы әжесі қыздарды күтіп отыр екен. Ол алдымен үлкен Сенниді жазалады. Содан кейін оны бөлменің ішіне сүйреп апарды. Қыздар қарсыласып, келесі сіңлісін бөлмеге сүйретіп апаруға жол бермеді. Әжесінің айтуынша, барлық көршілер әпкелер туралы өсек айтады. Олар, міне, балалардың желкесіне өздерінің безеулерін сүйкеп, осылайша ләззат алған көрінеді. Мейірбике отырғыштарды өртеп жатыр. Өйткені қыздар оларға жалаңаш отырды. Қыздар өздерін жамандаған көрші әйелмен сөйлесуге барды. Ол базардан қайтып келе жатыр екен. Ең кішісі Лоли оған жүгіріп барған сәтте әжесі оны беттен салып жіберді. Әйел көршіден кешірім сұрады. Кешке әпкелерінің ағасы олармен ұрысты. Ата-аналары 10 жыл бұрын қайтыс болған. Кейін ол жиендерін бөлмеде ұстап алып, кенже қыздарды қуып шықты да, үлкендерін шашынан сүйрей бастады. Ол тіпті одан да қатал болды, қыздарды жезөкше деп атап, аналарын да мұндайға жол берген үшін сөкті. Келесі күні көрші отқа май құйып, әжесі қыздарды тәрбиелей алмады. Сондықтан олар бұзылды деді. Барлық 5 әпкені ағасы ауруханаға алып барды. Ал 3 үлкені пәктігін тексеруден өтті. Егер күмән болса, ешкім оларды алмайтын еді. Сол күннен бастап қыздарды қамап тастады. Оларды бұзуы мүмкін кез келген нәрсе, сағыз, телефон, косметика, компьютер бәрі тыйым салынды. Бір күні таңертең біреу жолға сен меніксің деп жазып кетіпті. Қыздар енді күні бойы тұнжырап, іштері пысып жүреді. Оларға үйренетін жалғыз нәрсе адал үй ханымы болу. Көңілсіз көңіл күймен олар тамақ пісіруді, көрпе тігуді және бөлме тазалауды үйренеді, бәрі Сенайдың терезесінің астында. Олардың жас манекені, жігіті терезеден сығалап жүреді. Ауылдағы барлық апалар секілді, әпкелер де өздерінің клематис көйлектерін киюге мәжбүр. Олар тауық сорпасы мен дәмдеуіштер туралы тыңдап жатқанда, ағасы жолдағы жазуды бояп тастайды. Әр жаңа рецепт үйренілген сайын, Лолидің өмірге деген құлшынысы сөне береді. Көңілін көтеру үшін тәтесі үйде сағыз жасайды. Қыздар жаңа киімдерін жек көреді. Бір көйлек терезеден ұшып шықты, ал екіншісі санасына дейін жыртылып кетті. Сенайға арналған хат кенже қыздардың қолына түсіп, ол дереу мұржадан түсіп, жігітімен бірге қашып кетті. Қыз түн ортасында қайта оралды. Бір түнде Лоли, футболдың үлкен жанкүйері, ағасына барып, Суперлиганың финалына бірге баруға сұранады. Бірақ ағасы айтуынша, стадионға тек еркектер жиналады. Тіпті төбелесте шығуы мүмкін, сондықтан ол қызды апармайды. Бірақ қыздарға теледидардан сериал көруге рұқсат, өйткені әйелдер бәрі оны жақсы көреді. Келесі матч кезінде бүлік шығып, еркектерге финалдық ойынға баруға тыйым салынады. Тек әйел жанкүйерлерге рұқсат етіледі. Лайл қатты қуанады. Осы матчқа барсам ғой, бүкіл ауылдың қыздары барады. Тіпті арнайы автобус бөлінген. Кенжесі әпкелерін стадионға тығылып кетуге көндіреді. Қалғандары футболды онша ұнатпайды. Бірақ түрмеден қашудың кез келген мүмкіндігіне қуанышты. Қашу күндіз ашық түрде жүзеге асады. Қабырғадан тек кішкентай Лоли ғана өте алды. Қалғандары тау бөктеріне өрмелеуге мәжбүр болды. Өкінішке қарай, олар сәл ғана үлгермей қалды. Ал фанаттарға толы автобус жанынан зу етіп өте шықты. Бірақ қыздар сасқан жоқ. Жақын маңдағы жүк көлігі жүргізушісі Ессенді автобусты қуып жетуге көндіріп, соңында ойынды көруге үлгерді. Ақыры, олардың өмірінде бір қызық оқиға орын алды. Бұл кезде әйелдер ерлерге дастархан жайып отырғанда, теледидардан қыздардың жанкүйерлердің арасында жүргенін көріп қояды. Әжесі тіпті ауырып қалады. Жиендерін еркектердің ашуынан құтқару үшін тәтесі үйдегі электр тоқтарын өшіріп тастайды. Ал еркектер көршінің үйіне футбол көруге жиналғанда, бүкіл көршілес үйлердің жарығын сөндіріп тастайды. Шаршап, мұңайған қыздар қайтып келе жатады. Әйелдер оларды қауіпсіз қарсы алып, үйлеріне шығарып салады. Таңертең әпкелер өздерінің жек көретін көйлектерін киіп, бір кафеге қарай жетектелді. Бірақ бұл шын мәнінде оларды күйеу іздеушілер мен олардың ата-аналарына көрсету шарасы еді. Содан кейін жұмысшылар келіп, терезелерге тор дәнекерледі, темір қақпа орнатты. Тіпті қабырғаларды биіктетіп жіберді. Енді олардың үйі нағыз түрме сияқты көрінеді. Бірнеше әйел қонаққа келді. Сенайды көйлекпен алып шықты. Ол бірден түсінді, оны айттырып жатыр. Бірақ ол тек өз ахиміне тұрмысқа шығуға дайын, ешкімге күйеуге шықпаймын деп шу шығаруға дайын тұрды. Оның орнына мұңлы Селма шығып шай таратты. Оның артынан бөлмеге әскерден енді келген күйеу жігіт Осман кірді. Жастардың бір-бірін ұната ма, жоқ па, ешкімді қызықтырмады. Содан кейін Османның әкесі кіріп, Селманың қолын сұрады. Әжесі әрине келісімін берді.
Осылайша жарты сағатта жас жұптың тағдыры шешілді. Енді Ахимның ата-аналары келіп, оны айттырып жатыр. Олар бір-бірін сүйеді, бақытты. Екі үйлену тойына дайындық басталды. Енді жыныстық қатынас туралы кітапты шкафтан шығаратын уақыт келді. Бұл сәт Сельманы уайымдатады бәлкім, ол Османмен дос болып қала берер. Ал Сена еш алаңдамайды, ол өзінің Ахимін баяғыдан үңгіріне кіргізіп жүр. Лолли кітапқа соншалықты беріліп кеткені сонша, тіпті тамақты күйдіріп алады. Қыздар үйлену алдындағы дәстүрлі салт жоралғыға қатысады. Күйеу жігіттің адамдары үйге тойдың квартетімен бірге келеді. Қыздар орамалмен бүркенбеген. Қуанып тұрған Санни күйеу жігітке есік ашады. Кешке банкетте бәрі көңіл көтереді. Бірақ Осман мен Сельма үшін бұл көңілді емес. Мас болған аға көк тіреп оқ атып жібереді. Лолли Сельманың барлық стақандағы самогонды ішіп тауысқанын көреді. Сельма жылайды. Велли оған Стамбулға қашуды ұсынады. Қыздар қоштасады. Сол күн олардың соңғы рет бірге болған кезі еді. Түнде Лолли көлікті жүргізбек болып көреді, бірақ қолынан келмейді. Сосын ол телефонын алып, әпкелерінен Сельманың алғашқы неке түні қалай өткенін сұрайды. Қыздарға мүлде ұнамаған. Ең үлкен мәселе мүлде қам болмағаны еді. Османның ата-анасы есік сыртында тұрып, ақ жайма көрсетуді талап етеді. Келіннің таза екеніне көз жеткізу үшін. Жігіт төсекті түгел қарап шыққанмен, бір тамшы қан таппайды. Сол сәтте түннің ортасында беліне тапанша тығып алған қайната келінін ауруханаға алып кетеді. Дәрігерге Сельма неге екені белгісіз. Бұрын пәктігін жоғалтқанын айтып өтірік айтады. Шындығында одан бұрын бір топ жігітпен бірге болған. Бірақ дәрігерді алдау мүмкін емес. Қыздық перде сол күйі. Қыз тек адамдардың сөзіне емес, өз сөзіне сенбейтіннен шаршаған. Көп ұзамай Машагидің үшінші қызына да кезек келеді. Лолли бәрінен әбден қажыған. Ол кәмпиттерді жерге лақтырып, келген қонақтардың әрбір кафесіне түкіреді. Эдж әпкелерінің ішіндегі ең иілгіш, алғашында бәріне көнген. Бірақ кейін ашуға мініп, есінен адаса бастайды. Ашуланған Лолли үйден қашып шығып, мыңдаған шақырым алыстағы Стамбулға жаяу кетіп бара жатады. Жолда кездескен Ясинді көндіріп, түнде терезеден қайта үйге кіреді. Эдж енді үнемі тамақ жеп, қабырғаға қарап отыра береді. Тек ең кішкентай екі қарындасы ғана әлі де болса ойнап күлуге қабілетті. Жаз аяқталды, енді қыздарға мектепке де баруға тыйым салынған. Күн артынан күн өтеді. Лолли қиналады, ақыры есінен танып, жынданып кете бастайды. Түнде ол ағасының Эдждің бөлмесіне кіріп, шалбарын шешкенін естиді. Әлдебір ыңырсыған дыбыстар естіледі. Бірде ағасы қыздарды көлігіне отырғызып, банкке кіріп кеткенде Нор мен Лолли көліктен түсіп қалады. Осы сәтте Эдж көрші алаңда доппен ойнап жүрген бір жігітті көлікке шақырып, тікелей сол жерде өз денесін соған береді. Кішкентай қарындастары мұны көріп, ағасын полицияға бермек болады. Бірақ ол қыздарға экран сатып алып бермегенін айтып, бас тартады. Алайда Эдж бәрін жасап үлгерген еді. Түнде олардың үйіне мас адамдар келеді. Ішінде әлгі бейтаныс жігіт бар. Ол тағы жас денені қалайды. Оның достары да қызыға қарайды. Лолли оларды қуып жібереді. Бірақ дәл осы сәтте бөлмеге әжесі кіріп келеді. Кенже қыз тағы да үйден қашып шығып, жолда Есинді тоқтатады. Одан көлік жүргізуді үйретуді сұрайды. Өзі әлі жүргізе алмайды. Жігіт қызбен ұсталып қалудан қорыққанымен, ақыры келісе кетеді. Қайтып келе жатқанда Доллиді көрші ұстап алады. Сол сәттен бастап оның бөлмесінің терезесіне де тор қойылады. Барлық қашу жолдары енді ресми түрде жабылды. Кешкі ас кезінде әпкелер әзілдеп күледі. Бұл ағаларына ұнамайды. Ол Эджді қуып жібереді. Қыз үндемей орнынан тұрып, сыртқа шығып кетеді. Бір минут өтпей жатып, мылтық даусы естіледі. Эдж өзін атып тастайды. Жерлеу жаңбыр астында өтеді. Төрт әпке бір-бірін құшақтап, егіліп жылайды. Бірақ көп ұзамай оларды қайта бөліп жібереді. Сельма мен Сана күйеулерінің қол астында өмір сүріп жатады. Лолли Стамбулға қашуды ұсынады. Бірақ бұл жолы бәрін ақылмен істеу керек, ұсталып қалмау үшін. Лолли шашының жіптерін қиып алып, жастыққа тігіп, өз төсегінде өзі секілді қуыршақ жасап қояды. Кейін әжесінің ақшасының біразын ұрлап кетеді. Әйел болса, ұлы Эдждің өлімінен кейін түнде үйде кезіп жүретін әдет тапқанын біледі. Бірақ немересін қорғаудың жалғыз жолы оны тезірек тұрмысқа беру деп шешеді. Кімге тұрмысқа шығатыны маңызды емес. Жас қой, кейін махаббат өзі келеді деп сенеді. Күйеу жігіт Билент болып шығады. Ол дәл сол уақытта әскерге кеткелі жатыр. Сондықтан Норалдағы 6 айды оның ата-анасымен бірге өткізеді. Ал үйде тек Лолли қалады. Ол енді торда отырған жануардай бір тордан екіншісіне жүгіріп жүреді. Бірақ мұның бәрі бекер емес. Ол қашу жолдарын іздеп жүр. Норды үйлену салтына дайындап жатыр. Той кортежі түннің ортасында келеді. Ересектер сыртқа шыққан кезде Лолли Норды қайтадан үйге сүйреп кіргізіп, есіктердің бәрін іліп тастайды. Барлық шығатын жолдарды бірге бекітеді. Күйеу жігіт бұны олар бір тосын сый дайындап жатыр деп ойлайды. Қонақтар қобалжып, аға Норды тордың арасынан ұстауға тырысады. Аула ішінде ол үйге кірудің амалын таба алмай, айналып жүреді. Бәрі абыр-сабыр. Әжесі есінен танып, күйеу жігіттің туыстарын үйден аулақ ұстауға тырысады. Нор ағасына мен бәрін полицияға айтып беремін деп айқайлайды. Сол кезде Лолли Есинге қоңырау шалып, көмек сұрайды. Бірақ телефон сымдары бірден қиылып қалады. Лолли көліктің кілтін тауып алады. Қыздар киімдерін ауыстырып, барлық ақшаны жинап,
аздап тамақ алып шығады. Ағасы металл торды шешумен әуре болып жатқанда, қыздар бақшаға қарай жүгіріп, үнсіз ғана дуалдан асып өтеді. Адам бұтақтардың сыбдырын естиді, бірақ тым кеш еді. Қыздар көлік тұрған жаққа қарай жүгіріп кетеді. Лолли жүргізу сабағын есіне түсіріп, жол бойымен көлікті айдап қаша жөнеледі. Қуғыннан осылай құтылады. Қашқындар көп ұзамай көлікті тастап, бұталардың арасына тығылып қалады. Олардың жалғыз үміті, егер есін келсе ғана құтылу мүмкін. Күтпеген жерден жігіт расымен де көмекке келеді. Ол әпкелерді автобус бекетіне жеткізіп, оларды ауылдан алысқа апаратын автобусқа отырғызады. Ал зорлықшыл туыстар артта қалады. Қыздар Стамбулда жаңа өмір бастайды. Олардың сүйікті ұстазы Лолли міндетті түрде көмектеседі.